Алдымыздағы Қырғын төбе. Көтерілетін жер кішкене жол шамалды. Жол шамалды. Колея ортасы. Метре. Да. Әрең oldu mu? Ушып қалады да? Әрең oldu машина бөпейік. Мотор слабый. Эми дрон ұшыра ма? Дрон ұшыр. Мына жерге тоқтар, бір контент түсіріп алайын. Тема жерде. Ассалаумағалейкум. Қырғын төбенің үстіне шықтық. Бұл Қырғын төбе Бұлқылдақ тауының қасында. Бұлқылдақ тауы көп құлпытастар жоқ, оқуға жарайтын бұл жерде. Мына кетенің құлпытасы тұр. Сосын ең ескі құлпытас Атыраудағы осы жерде 1693 жылғы. Соны көрсетем. Бұл кете, ақ кете деп жазған. Ақ кете мама түйтеге келеді. Бөлімі тайфасы. Сосын мамыт сияқты. Мамыт баласы, Байшеркеш баласы. Сосын есімін сәл шығара алмай отыр. Мүмкін түрінбе ме? Деренбе ме? Сәл қателесім мүмкін. 37 жасында дейді. 38 жасында опат ағасы Қайрат дейді. Ол кезде де Қайрат деген ат балам болып тұрғыда. Қайрат мырза жаздырды дейді. Тағы бір сөздер бар. Түсінбей тұрмын. 1837. Артында тау тасынан салынған бейіті бар. Бұл енді Қырғын төбе деген төбе. Бұны қалмақ қазақ соғысын банаға байланыстырады, соғысымен байланыстырады Қырғынның болдың. Енді военный картада бұл жерде Дулат Мұлы деп көрсеткен екен. Осы Бұлқылдақ тауының тумасы есімін ұмытып отыр, бір үлкен кісінің айту бойынша. Дулат деген бұл жерде Асан Қайғының баласы, Дулат деген баласы жерленген деп айтылады. Асан Қайғының Қызылқоғаға келгені жөнінде ақпараттар бар. Жалпы мысалға Мұрат Мөңкенің үш қиянында мед. Асан Қайғының Қызылқоға жерінде, Қарабау жақта, Абай ауыл жағында Қорғанша қаласын салып, сол жерде 10 жыл тұрғандығы айтылады. Сол Бөкей жақтан көшіп келе жатып, туған жерін қимай, сол жерден Қорғанша деген қала салып, осы шамадан өткен шығар деп ойлаймыз енді. Жазу жоқ, тас белгілер көп қойған жалпы. Ан жерде де бір не тұр. Ол адай болу мүмкін, қарекке құлпытас. Дұрыс адай екен, таңбасы адай ғой. Так, Түркімен ішінде деп бастайды. Түркімен ішінде жаман адай бөлімі Байқабыл баласы Тұрмантай сияқты. Тұрмантай қалалы жаман қыз дейді ғой. Есімі жаман қыз болып тұр. Яман қыз. Бәйбіше опат 40 жасында 1860 жыл дейді таңбасы. Қылдырды баласы Тұрмантай дейді ғой. Тұрмантай. Неге баласы Тұрмантай деп жаздық? Мына жерде Тұрмантайдың халал деп көрсетілген ғой. Бұл жерде қате кетті ме екен?
күйеуі деген сөзді баласы деп жазып жүрдім екен, түсінбей қалып отырмын. Енді мына Атырауда ең ескі құлпытас кездескен 1693 жылғы мынау. Бұл жерде оқуға жарамсыздау. Жылы көрініп тұр. Так, 1693 таңба бар мына жерде, былай үшбұрыш. Андай. Енді мен мынандай үшбұрыш таңбаны ноғайлардың қорымынан көргем жалпы. Орда жақта. Онда мынандай үшбұрыш салады. Сосын астына мынада бір сызық, мынада екі сызық салған. Екі сызық салған. Ноғайлы. Енді Асанқайын Ноғайлыдан шыққан деп айтылады ғой. Мүмкін сол байланысы мүмкін сәйкес келіп тұрма деген ой келеді. Банағы Дулат деген Асанқайын баласын байланыстырып жатыр ма? Так, тазының таңбасы тұр мына жерде. Так, таз руы дейді. Оқылғанша оқып көрейін. Келдібай келеді. Келдібай тайпасы. Так, мына жерде Құлымбет. Так, енді мына жерде Құлет болуы мүмкін. Құлмет немесе Құлетке келеді. Сосын мына жерде Шен деген бір Желімбет деген сияқты сәл қателесу мүмкін, баласы кетті. Жиен немесе Жиенбет деген сияқты баласы. Енді ар жағында тағы да оның тарқатама білмей отырмын. Осы кісі ме әлде осының ар жағында тарқатпайтын білмей отырмын. Өткен түстіксіз болып отыр мына жерде. Түстіксіз де болып отыр. Жылдарын байқамай отырмын. Мына жерде Жетенбай ма сондай келіп түткен құлпытас қойған адам есімі шығар. Мүмкін. Мынау кесенесі жалпы. Ойтасы бір адамдікі жалпы. Ал осы Қырғын төбе қорымы, Дулат мола қорымы.